пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға сұрайды ғой, я Расулаллах, кімді құрметтейін деген кезде, жақсы білесіздер бұны, әр неде сіздерге айтады, анаңа деп 3 рет айтты, одан кейін әкеңе деп бірінші рет айтуы шын мәнінде ананың жатырында қыз баласын көтеріп, адамды көтеріп жүруі, одан кейін босануы, одан кейін барып оны емізгендегі ақысы дейді. Шын мәнінде бұл өте күрделі процестер. Неше түрлі әйелдер бар, баласын дүниеге алып келе алмай, қайтыс болып кеткен әйелдер бар. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның мына хадисі де өте керемет екен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам шын мәнінде осындай әйелдерге керемет мәртебе беріп былай дейді. Ана жүкті болған кезде дейді, оған күнін оразамен, түнін құлшылықпен өткізгеннің сауабы жазылады. Қарасаңыз, бұл кейбір қазіргі таңда қыз балдар, мен туып жүрем ба, бала көтеріп жүрем ба, фигурамды бұзып жүрем ба деген адамдар үшін қандай стимул бұл? Қараңыз, жүкті болып көтеріп жүргеннің өзі саған мол сауап деді. Күні бойы ораза ұстап, түні бойы құлшылық жасағанның сауабы беріледі. Толғағы басталған кезде ешбір жаратылыс Алланың оған қандай сый беретінін білмейді. Толғақ деген өте қиын, ауыр. Сіздер бар шығар араларыңызда, кейбіреулеріңіз толғатқан кезде, қазір енді кіргізіп жүр ғой әйелдердің қасына еркектерді, неге қалай қиналатын көрсін бұлар дейді. Ана дуалды тырналап жүреді бұлар. Толғақ қатты қысқан кезде, білесіздер, оны айтпай-ақ қояйын еркісілер. Бізге оңай секілді. Сол үшін ол сәбиін дүниеге әкеліп емізе бастағанда, сәбидің әрбір жұтымы үшін дейді, әрбір жұтымы үшін, әрбір емізгені үшін оған дейді, өліні тірілткендей сауап береді дейді. Бір өлі адамды тірілткенде қандай сауап берілсе, бір өліні тірілту, бүкіл адамзатты тірілтумен бірдей деп Құран кәрімде айтқан болса, бір өліні тірілткендей сауап бер. Бұл қандай? Ана үшін қандай мәртебе, ана үшін қандай қуаныш, ана үшін ана болу мәртебесін қандай рахаттанып сезіну. Ой, қиналып туамыз демейді. Қуанат бұл. Демек, кімде дейді, сол жолда өліп кетсе дейді, шахидтік мәртебесіне жетеді дейді. Туа алмай кейбіреу өліп кетеді. Кейбіреу осындай қиналып жүрген кезде қайтыс болып кетеді. Кімде осындай. Демек, қиындығы болады. Сол қиындығына төзіп, кімде шыдай алса, Алла тағала оған шахидтің мәртебесін береді.